kurban, sarı dalanın toparağın şangılığın, aspan tektes azatlıktın jolunday, arda kazak jan kıygan. Tarihinin tüp damarın tek desing, eğer kazak kimge senin ket desing, kan men terden isesingen dalamay, toprağın iskesing. Tuyağa tozgan tulpardın, kanata talgan sunkardan, atadan kalgan kiyeli bul jer amanat bizge yamanat. Anamdan kalgan akşavlıqarı amanat bizge yamanat. Urpaq üçün ol azatlık jolunda, altın basın iyağынан kol atkan, terliginin tengizlidir tөгülüp, daryaday kan akkan. Kevdesinde şu sanısı bırqırap, tamırında жылqa kanı şırqırap, jorıqtardan koz takımın ner qajap, şaudı jengen er qazaq. Tuyağa tozgan tulpardın, kanata talgan sunkardan, atadan kalgan kiyeli bul jer amanat bizge yamanat. Anamdan kalgan akşavlıqarı amanat bizge yamanat. Aynalayın elim, yurtum, ağayın tuğusqandarım, mana бүгінгі күн Наурыз мерекесі құтты болсын. Әрқайсыларың үйлерінде осындай жақсылық той болсын. Мына мерекелі жылы Құда қаласа ел болып, ағайын туысқан болып, бүгінгі күн бауыр соғыстырып, құшақтасып, кәдімгі өткен, кеткен әңгіме, сөздер бүгін кешірілетін күн шырақтарым. Бәрің бір қазақтан туылған, бір анадан туылғандай болып, тірлік істеулеріңіз керек. Менің айтайын дегенім мынау Сейтмұрат көкеміз еңбекқор, табысты, білімді, жоғары кісі болған. Сол кісіден тараған Нұржан, Меліс шырақтарым осы мынау стадионды осы елге сыйлап, осыны салып берді. Құда қаласа 4-5 жыл болды.
Осының ішінде балдар спортпен дайындалып алды. Облысқа, ар жағы Астанаға шейін шақырылып, барып жатыр. Бұл да болса осы, Кеңес ауылының әбиері. Айналайын, меліс шырағым, өн өркенде бала шағаның рәтін көр, елге жасаған жақсылығын Құда қаласа алдыңнан қайтсын. Көкемнің әруағы ырза болсын. Көкем ол енді кішкентайынан өзі еңбекқор, өзі осы елдің кесегін құйып, тамын соғып, соныменен институтқа өз күшіменен түскен еді. Соның несі мінекей балдарына да түпай-түпай мінекей жалғасқан. Айналайын. Мынау спортсүйер қауымға айтатыным доп-домалақ деген. Біреу жеңет, біреу жеңілет. Бұның ішінде жаңағы айқай, шу, шатақ, анау болмай, аман-есен осы тамашаны күліп ойнап, таратыңдар шырақтарым. Ол дүние ол не болмайды. Тек бұның қызығы, бұның тамашасы, күнді құр өткізбей осындай барлықтарыңа айтатыным, аман болыңдар, тату болыңдар. Мына мелістің тамашасын күліп ойлап, аман есен ұрыспай, таласпай шығарып салыңдар. Ұлыстың ұлығының құтты болсын. Наурыз мерекесі, әзәзінің наурыз құтты болсын. Мұсылманның алғашқы көктем күніндегі бірінші жаңа жыл құтты болсын. Деніміз сау болсын. Қазақта өле берейік, өсе берейік. Жастары көбейе берсін. Алла нәсіп етіп бүгін мені Сейтмұрат ағамыздың турнир өтсен деп, балалары үлкен елді жинап, халықты жинап, жақсы спортты өтсен деп жатыр. Осы Алла ниеттеген ниетіне мұрат мақсатына жетсін. Елімізде қазағымыздың спорты үлгінде берсін. Осы демеушілер көбейе берсін. Ағамыздың атына берген елім деп туған інілеріміз осы Кеңес ауылына көптеген жақсылық істеп, көптеген іс-шаралар өткізіп жатыр. Осы жерде 150 жылдық тарихы бар ескі қорым ата-бабамыздан қалған, соны қоршап үлкен көмегін тигізді. Және мына еліміздің ортасынан жастарға спорт кешендерін салып жатыр. Осы елдің өсіп өркеніне, осы жаңағы меліс ініміздің үлкен еңбегі зор. Міне халқымыз туған ұлдар деп осыларды айтуға болады. Осы Алла нәсіп етіп, енді бүгінгі мерекені спортты жақсылап өткізіп, халқымыздың ауызбіршілігі, еліміздің тыныштығы керек. Алла нәсіп етіп, келесі наурыз мерекесіне жетіп, еліміз аман болсын, жұртымыз тыныш болсын, барлық жағынан жақсылық болсын. Алла әрдайым осындай жақсылықта ойнап, жастарымыз өсе берсін. 20-21 наурыз күні Бәйдібек ауданының Кеңес ауылында ұлағатты ұстаз Сейтмұрат атаны еске түсіруге арналған Бәйдібек ауданының ашық біріншілігі өтіп жатыр. Бұл жарысқа барлығы 24 команда қатысуда. 4 топқа бөлініп, топтық ойындар аяқталды. 8 команда ақтық ойындарға жолдама алды. Жалпы жарыс жоғары деңгейде өтуде. Жарысқа қатысып жатқан футболшылардың барлығы жақсы ойын көрсетіп жатыр. Осы жарысты ұйымдастырып, осы жарыстың өтуіне ұйытқы болып жүрген осы ауылдың тұрғыны, өзіміздің шәкіртіміз Ешмұрат Меліс Сейтмұратұлына рахмет. Сонау Қарағандыдан келіп, осы ауданның футболын дамыту үшін өзінің үлесін қосуда. Жалпы Бәйдібек ауданының футболын даму үшін осындай жарыстардың көбірек өткені бізге тиімді. Сондықтан мына футболшылардың шеберлігі арту үшін, кішкене тәжірибелер жинақтау үшін осындай жарыстар өте қажет деп есептеймін. Мына барлық командаларға, финалға шыққан командаларға сәттілік. Тек қана жақсы ойынымен, өзінің мықты тактикасымен дайындығы мықты командалар ғана жеңіске жете берсін деп тілеймін. Құда қаласа осы жарысты дәстүрлі жарысқа айналдырып, жылда осындай турнир өткізіп тұруға барлық жағдай бар. Жалпы жарысымыз сәтті өтсін. Барлықтарыңызға жеңіс тілеймін.
Бәйдібек ауданы тұрғындарын келген әз Наурыз мерекесімен құттықтаймын. Барлықтарыңызға дендеріңізге саулық, жандарыңыз бақыт тілеймін. Наурыз мерекесі құтты болсын. Өтіп жатқан жарыс, барлық командаларға бүгін финал, сәттілік тілеймін. Жеңісті күндер көп болсын. Мінекей, бүгін Бәйдібек ауданы Ақбастау ауыл округындағы Кеңес елді мекенінде үлкен той. Бүгін Бәйдібек ауданы бойынша Ешмұратов Сейітмұрат ата атындағы футболдан турнир өтіп жатыр. Бұл турнирға 16 команда қатысып, соңғы ойындар қазір жүріп жатыр. Бұл Ешмұратов Сейітмұрат ағамыз туралы айтатын болсақ, ол кісі ұстаз болған, орыс тілінің маманы болған, аудан бойынша 7 мұғалім, үздік ұстаз болған, өте инабатты кісі еді. Ол кісіден тараған ұрпақтар, Елмира қарындасымыз бар, Нұржан, Мелістер. Мінекей соның ізін, сол кісінің тәрбиесінің арқылы Елмира қарындасымыз бастап, мінекей Нұржан осы мектептің, орта мектептің Кеңес ауылындағы Өмірбек Жолдасбеков атындағы мектептің директоры болып жұмыс істейді. Мектеп аудандағы ең алдыңғы қатарында мектептің бірі. Ал енді Мелісініміз мынау Қарағандыда кәсіппен айланысады. Осы елге көп көмек беріп жатқан ініміз Меліске Елмира қарындасымызға мың алғыс. Осы Кеңес елді мекенінің, яғни бүкіл ошақты ағайындардың атынан мың алғыс айтамыз. Себебі ол Мелісініміз мынау мектептің материалдық базасын жақсаруына өте көп үлес қосты. Сондай-ақ мынау салынып жатқан мешітке де сүбелі үлес қосқан азамат. Енді мынау өзі әкесінің атындағы салып берген стадионға аудан бойынша не өткізіп жатыр, турнир өткізіп жатыр. Ертең Құда қаласа Наурызда не өткізбекшіміз? Көкпар өткізбекшіміз. Осының бәріне демеуші болған інімізге мың алғыс. Сонымен бірге бұл қасиетті күні мынау Рамазан айы. Рамазан айы құтты болсын, ораза қабыл болсын. Осы жігіттердің беріп атқан қайыр-қысандары, ниеттері қабыл болсын. Әумин Аллах бар. Көз көргендерде азайып қапты сол қайғы. Ауылға барам, бәрі де туыс ел жақта. Аңқылдайдылар, қарамайдылар бар жоқта. Бауырым жайлы ән жазам. Сүйініп тұрып, анам сүйінген шарбақта. Ауылым жайлай, бауырым жайлай ән жазам. Сүйініп тұрып, анам сүйінген шарбақта.
Tolga, toylarınız kutlu olsun. Bereket, densallıklarınız kutlu olsun bana. Ağalara derdi tuz bir yakta. Akıldaydılar, karamaydılar, dar şokta. Bağrım jaylay, bağrım jaylay en jaza. Sen öpürüp, anam silingen şarbakta. Bağrım jaylay, bağrım jaylay en jaza. Sen öpürüp, anam silingen şarbakta. Hey! Ay bereketli. Aynalayın ağaylar, tuğskanlar. Bugünkü günü Aktiyar'ın karnı жарылған gün. Мінекей мынау жылда келетін мерекеміз мінекей бүгін. Құдайдың күні көріптер ме ашық кәдімгі жарқын, кәдімгі далада аунап қонап жүре бересіндей. Мынау мерекелерің құтты болсын, ел тыныш болсын, астық көп болсын, süt көп болсын, бала шаға аман болсын. Келесі жылғы Наурызға құда қаласа ауырмай, сыздамай, аман есен ойнап күліп осы жете берейік ағайындар. Мынау бүгін қазір осы өткеннен кейін бір жерде берекеміз жаңағы спорттың әр түрінен болып жатыр. Оның аяғы содан кейін мынау үлкен мешіттің ішінде құда қаласа, тамақ жейсіздер ауыз аштарға, ауыз беріктерге кешке жақын болады. Тағы не айтайын? Ел аман болсын, жұрт тыныш болсын. Мынау Шаядан келген ағайындар, Шымкенттен келген ағайындар. Мынау мерекелер құтты болсын айналайын. Мерекеде береке жете беріңдер. Не айтам мен басқа? Аман болыңдар. Мынау өзі бұл айда өткен, кеткен, өкпе, наз деген болады бұл енді. Сонда осы өткен өкпе, қарыз, анадай ағайын туысқан болып не қылатын бүгін. Аман болыңдар. Мына мерекелерің құтты болсын. Кешке шейін осы елде мереке қызық көріп, аяғы мінеке доққыласып жатыр. Мелісінім жан-жақтан түгел барлық жерден шақырып мінеке бүгін мынау тамаша өткізіп жатыр. Оған да Сейтмұрат көкеме рахмет. Ешмұрат көкемізге рахмет. Солардан туған балдар мынау мешітке, мынау балдар стадионға мелістің қолғабыс жәрдемі жақсы болып жатыр. Шырағым меліс Ортамызға осы ауылымызды бейшілер тобын енді қошемтіп қарсы алдыңыздар. Bir тойымыз бимен бастасын бәрекелді.
бәрекелді. Ал беші қыздарымыз қадам құтты бола берсін, ең үлкен сағынады өнер көрсете берсін деп қояйық. Ал енді мынау енді бүгін ұлыстың ұлы күні, енді былайша айтқанда Ақтөбенің қан жарлығы ғой. Сондықтан осы тойымызға келіп отырған бір топ осы үлкен ел ағалар бар екен, ағаларымыз, алтын жағаларымыз, сол кісілерден ортаға шақырып, тағы бір ауыз тілек сұрайық. Сондықтан енді мынау осы аудандық мәслихаттың депутаты бүгін ауылымызға арнайы келіп, өз сөзді сөйлеп, құттықтау сөйлеп келіп отырған Нұрғали Тұрлыбек ағамызды ортаға шақырсақ, және де Тұрбала көкемізді, Мәсел Темірхан көкелерімізді ортаға шақырып сөз кезегін беріп алсақ деп отыр. Кәнекей. Ал аталған кісілерді қошеметпен ортаға шақырайық. Келіңіздер. Ал Нұрғали аға, Темірхан аға, Мәсел көкемізді, Тұрбала көкелерімізді ортаға шақырыңыздар. Келіңіздер. Bir iki. Ассалаумағалейкум. Бауырлар, ағайын, туған, сүйіктар, қайын дегендей. Бүгінгі мынау наурыз мейрамына лайық осындағы жастар бар, жылан азаматтар бар. Осы бір тойды өткізуді жөн көрген екен. Енді біз жақта болғаннан кейін көп білдірмейміз, оказывается, әр жылы өтеді екен осылай. Ол енді жылдан жылға жалғасын тапсын, жастар өспей ме, көкейін теспей ме деген бар. Мінекей жастар, осының бәрі енді қарап отырсақ, келіп кеткеніміз болмаса, основной еңбек осы жастардікі деп ойлаймын. Жастарға Құдай, бәрімізге де Құдай ғұмырлы болсын. Бақ қайда барасын, ынтымаққа барам дейді. Ынтымағымыз арта берсін, бастарымыз аман болсын, жанға жайлы заман болсын. Мейрам құтты болсын. Осындай той-тойға жалғаса берсін. Ал құрметті қонақтар, Наурыз мерекесіне келген. Мен жолға баста Батырша деген кісінің баласымын. Осы жерде 8 классқа дейін мектепте оқып, осы жерде түлеп ұшқан жанның бірімін. Содан біз кетіп қалдық. Мынау бүгін біріншіден осыны ұйымдастыру комитетіне алғыс айтқым келіп отыр. Медет бастаған. Бұл енді айтқанға оңай, бірақ бұны ұйымдастыру өте үлкен жұмыс. Міне сол жастарды артына ергізіп өзі басшы болып ұйымдастырғаны Медет алғыс. Жылан-жылың аттарына, жылан-жылың. Мына жылан деген кәдімгі өзі сұсты болғанмен, өмірде елілендеп жүргенмен, ұясына тік кіріп шығатын кісіге. Сондықтан бұл жылан-жылғылар жанұяға берек, бәрі өзі өмірді жанұядан басталады. Мына Наурыз мерекесіне қарсағына келіп қаптық бүгінгі біздің осы жиынымыз. Әруақтар разы болсын деп ұйымдастырған асымыз әруақтарға тие берсін. Жаңа жылымыз Наурыз мерекесі құтты болсын. Барлықтарыңызға амандық, жақсылық тілеймін. Құрметті Наурызға жиналған жақсылары, бүгінгі мына Наурыз мерекесі құтты болсын. Аман болыңдар, дендеріңіз сау болсын. Бүгін ұйымдастырып атқан қай жылғы балдар? 51-лер ма? Жылан жылғы балдар. Мынау мерекелерің құтты болсын. Құрметті мына кеңес ауылының тұрғындары, құрметті мына ата-аталары, бүгінгі Наурыз мерекелеріңіз құтты болсын. Дендеріңіз сау болсын. Мына жылдар болсын деп наурызға аман-есен жетіп, өсіп отырған достарыңыздың қызықтарын көріңіздер, өсіңіздер, өніңіздер, мерекелеріңіз құтты болсын. Жылан жылғы жігіттерге рахмет, осыншама халыққа ұйымдастырып, осы бүгінгі атап өтейік деп. Сіздерге осындай ұлды қызықты көре беріңіздер, дендеріңіз сау болсын, мерекелеріңіз құтты болсын. Ал енді жалпы халыққа рахмет.
бәріңізге жиналып осы жерге бас қосып отырғандарыңызға мерекелеріңіз құтты болсын. Енді үлкен кісілер әр тақырыпта әңгіме қозғап кетті жастар. Бізде бұл ынтымағы жарасқан, біз бала кезімізде мынау балалар сияқты бала кезіміздегі көріп өскеніміз, бізде бөле жармаған кеңес қоғал жолғабас деген бұрын 3 колхоз болған, 3 елдегіде халықтар біреудің үйінде бір ас болмасты десе, осы еркекті мінсе де жолғабасқа баратын қоғалдан. Біз соның ешегіне мінгесіп жүрген өскен адамбыз. Біз кезінде ынтымақ бөлінбеген ешқандай, бөле жарылмаған. Ағайын десе бәрі осы үш төбенің бауырында өскен. Сондықтан біз мынау үстіңгі Райымбектен трассадан өткенде мойнымызды 3 рет бұрмай бұл ауылға. Біз өте алмаймыз өрден бәрімізде. Осы жерден өстік, өндік, әркім өскен өнген жерін естен шығаруға болмайды. Ырыс құт береке дарыған жер бұл жер. Енді соның ортасы, әрине бұл айта берсе тарих көп. Берді осы дәл мынау кеңесте осындай дүркіреген той өтіп жатыр. Қазіргі өмір сүріп жатқан жеріміз жоғарыда болса да, анау-мынауға қарамай Алматыда жүрсек те қуана-қуана жеткен жайымыз бар. Елді көрейік, жерді көрейік, ауылды көрейік, ағайындарды көрейік, бір рет бір жүздесейік деп келдік. Алланың мынау берген сыйы шығар, бүгінгі күн жаңбыр да жоқ, ештеңе де жоқ, жел де жоқ, бір кереметтей болып тұр. Сол кереметке жалғастырып, жақсылап осындай той жиын көп бола берсін. Жастарымыз өсіп өне берсін. Не бір ғалым данышпандар осы жерден өсіп өне берсін. Мен Алладан сұрайтын. Той құтты болсын. Осы ағаларымыз келіп тұрса той көп бола береді ғой. Суретке түсіріп алайық. Бәрекелді, ал. Жақсылап суретке түсіріп алыңыздар тойдан. Болдыңыздар ма? Онда орныңызға жайғасыңыздар. Ал енді мына енді алқа жұтым тойдырман ортамызда ашайық, әннен күйтіп төгіппіз. Жұмаржан шашайық. Енді осы кісілердің сөзінің құрметіне, осы кісілердің мынау тойға келіп алған сіздердің құрметтеріңізге жақсы бір ән болсын. Мына әнші күйші жігіт несібесін тойдан табар, малшы жігіт несібесін қойдан табар дейді. Енді қазіргі ән айтатын мынау келініміздің енді дауысынан не бір роза мақпалдар жолда қалар деп ауылымыздың жезтаңдай әншісі Нұргүл келіндеріңіздің бір әніне қошемет соғыңыздар бәрекелді. Ал. Құрметті оқыған дұғаларымыз, тілектеріміз қабыл болсын, сабабынан жеткерсін. Үлкен мынау бүгінгі күннің себепкері мұрындық болып жатқан жылан жыл туылған қайнағаларымыз, қайындарымыз кереметтей іс-шараны ұйымдастырып, жайдарлы күнге сіздердің алдарыңызға астарын қазір тосып отыр. Тағы да Наурыз құтты болсын. Жақсылық бола берсін. Жақсы ер туған жеріне дейді. Үлкен доп беріліп жатыр, балдардың көңілі көтеріліп жатыр. Наурыз тағы да құтты болсын. Ақында туған анадан, батырда туған анадан, ананың биік тұғыры анадан туған бар адам деп. Сіздерге қазір ана туралы әнімді шырқайым. Одан кейін жүк болсын, қос болсын десе шырқап тұра берем. Сыйғандай
жаңа заттардың бәрін алып келе сал. Бұның келіндеріңіз концерттен бөлек келсеңіздер ол бөлек. Ол кешке дейін өлең тосылмайды, енді ол жеке концерт болса келе бересіздер ғой. Бүгін енді уақыттан беріп қояйық. Бәрекелді. Мынау енді ұлыс күні қазан болса, ол жылы ақмол болар, ұлы кісіден баталса, сонда ол жылы жол бар деп үлкендеріміз айтып кеткендей, енді тағы бір сөзіңізді беріп отырайық осы. Келіп отырған үлкен ағаларымыз бар, алтын жағаларымыз сол кісілерді ортаға шақырып, тағы да бір сөз кезегін тыңдап алсақ деп отыр. Сондықтан қошемет құрметпен ортамызға Тұрғанбек көкемізді, Сейілбек көкеміз, Шәкір көкемізді, мына жазылған Нұржан көкелеріміз бар болса кәдімгі ортаға шығыңыздар. Құдар көкемізді ортаға шақырып сөз кезегін беріп жіберейік екен. Ал қошеметпен кәдімгі ортаға шығып сөз сөйлеп беріңіздер. Аттарымызға рахмет айтып кетейін орай келгенде. Рахмет ол кісілерге. Қалай бұдан да қиын жағдайлар көрген ер көңіл халықпыз ғой, көңілдеріңіз әрдайым көктемдей болсын, өмірлеріңіз тек қызықпен өткендей болсын, дендеріңіз сау қуатты болсын, жандарыңыз шуақты болсын, ынтымақ бірліктеріңіз, ауыз бірліктеріңіз әр уақытта тұрақты болсын деймін. Сау аман, рахмет. Мыңның түсін білгенше бірдің атын білдейік. Менің атым Тұрғанбек, фамилиям Нұрмаханов, Асқарбектің ұлымын. Мына жолға баста туып өскенбіз. Қазір жаныстардың ортасына тұрамыз. Мынау керемет сөздер айтылып жатыр ғой, мыңнан бір тілектердің бәрі орындалсын. Осындай қошеметке жетіп отқан сіздердің арқаларыңыз. Біз қайдан пайда боламыз сіздер болмасаңдар. Сонда аналар, сіздерге мерекелеріңіз құтты болсын. Бүткіл Наурыз мерекесі сіздермен аталып өтеді. Сондықтан сіздерге көп рахмет. Осындай ұл қыздарыңыздың, немерелердің рахатын көре беріңіздер. Ассалаумағалейкум, құрметті ағайындар, туысқандар. Мен бірінші билетке рахмет айтқым келіп отырмын. Біздің басымызды ұйымдастырып, ойбай қаяқтасын деп іздеп рахмет билет. Ал енді мейрамдарыңыз құтты болсын. Мен мында Тұрғанбек екеуміз жолға бастаймыз. Мен ақылдың баласымын, атым Сейілбек. Мейрамдарыңыз құтты болсын. Ассалаумағалейкум, түрлі ошақтың жақсылары, жеңгелер, ақындығы, рахмет. Мына жақсы ошақтың бәрі жақын ниет бастаған екен, осы Наурызды бас қосып. Осы Наурыз құтты болсын, ұлыстың ұлы, Наурыз мейрамдардың құтты болсын. Бәріңізге денсаулық тілеймін. Ауырмаңыздар, сыздамаңыздар, осындай әр Наурыз осындай бас қосып жүре берейік. Еліміз тыныш болсын, жұртымыз аман болсын. Құрметті ағайын туыстар, аға жеңге қарындас, інішек бауырлар, бүгінгі Наурыз мерекелеріңіз құтты болсын. Осындай ауыз бір ажырамай, барлық ынтымақта болайық, дендеріңіз сау болсын. Осы айдың аяғына дейін қыздардың мейрамы, мерекелеріңіз сіздердің де құтты болсын. Той-тойға жалғаса берсін, ауылда жақсылық болсын. Ұл-қыздар өсіп осы мектептен шыққан ұл-қыздар ауылдың атын көтере берсін. Мелісінімен үлкен рахмет. Той-тойға жалғасын, ауыз құтты болсын. Құрметті ағайын туыс жерлеттер, жеңгелер, ағалар, бауырлар, құрдастар, жылан шұғылар, бүгінгі жасап жатқан тойларыңызда құтты болсын. Наурыз мейрамына сәйкес келген ұлыстың бүгіні жақсы болсын, той болсын. Медетке рахмет. Бүгінгі осынша жігіттердің басын қосып ұйымдастырып, осынша үлкен рахмет. Отбасың амандық, денің сау болсын. Бәріңізге денсаулық тілейміз. Осы мейрамнан мейрамға, жылдан жылға жетіп осындай мына бас қосқан жылдан жылға баса берсін. Тек қана той, қуаныш болсын ауылда. Жақсылық болсын. Бәрекелді, мына сөз сөйлеген ағаларымызға қошемет құрмет көрсетіп қояйық. Бәрекелді. Той-тойға жалғаса берсін. Сіздерді тойыңыз бәрекелді. Ал енді мынау осы кісілердің құрметіне бір жас енді музыкалық сәлем болсын. Ал қане.
мынау асыл тастан өнер жастар шығады деп жалынды. Халық айтса халық сөзі әрқашан мәлім дейді. Өнер жасқа қарамайды. Сондықтан неге кішкентай мына балаларыңыз енді бір өнерін көрсетейін деп келіп отыр екен. Бір жақсылап қошеметпен қабыл алыңыздаршы кәне. Кәне. Қабыл алыңыздар домбырашылар коллективінің орындауында. Жастар. Кәне 1 2 3 Енді осы жастардан осы өнер жастар шыға берсін енді. Жалғыз заты беген аз болып қалмасын деп отырмын да. Сондықтан осындай жастарымыз көбейе берсін. Ал жылан жылы кел төрлеп, ел достығын өркендеп, мол болсын ырысқот, болсын елде тыныштық деп тағы да енді үлкен апаларымыз тойымызға келіп отыр. Сол кісілерді ортаға шақырып енді. Енді байқап отырсыздар ғой. Сөз кезегін береміз, одан кейін бір ән айтамыз. Сондықтан ортамызға Рахия апамызды үлкен, Ұлшан апамызды, әдемі, Жұмакүл апаларымыз кән бар ма екен, сол кісілерді ортаға шақырып, сөз кезегін беріп алайыншы. Ән келіңіздер кәне. Ата талған үлкен ауылдың апаларымыз, жеңгелеріміз кән ортаға шығыңыздар. Сөз сіздерде. Осы ауылның ошақтының адамдары мына бүгінгі той құтты болсын. Той-тойға жалғаса берсін. Осы тыныштық болсын елге. Денсаулық болсын барлықтарына. Бала-шағалары аман болсын. Осы денсаулықтары мықты болып, осы отырған көпшілікке құтты болсын дейін тағым. Отқан жоқ қой, қайтып сөйлейміз, бәрі өз әңгіме айтып отыр. Құрметті халайық, бүгінгі Наурыз мерекесі құтты болсын. Бәріңізге жақсылық, табыс тілеймін. Жанұяда бақытты болып, ұл қыздың қызылын көріп, күліп ойнап, гүлдей жайнап жүре беріңдер. Мынау жылан жылғылар. Мынау мерекені ұйымдастырып отқан сіздерге көп рахмет, Алланың нұры жаусын. Бәріңізге жақсылық, табыс тілеймін. Рахмет. Мынау құрметті келіндер, абысындар, бүгінгі наурыз тойы құтты болсын. Мынау дендеріңіз сау болсын. Мынау рахмет, жылан жылғы балдар болсындай жақсылық мейрамға істеп жатыр. Өргендер өссін, семьяда жақсы болсын. Неде мына наурыз тойы құтты болсын барлығыңызға. Бірінші ел тиштік болсын, патшамызға тиштік берсін, нан болсын, ән болсын. Мынау ауыл бірді жасап, жылан жылы ұйымдастырған жігіттерге, Сезетке, бәріне рахмет. Осындай тойдан тойға аласың, тойда келде қылмасын. Көктемнің күніндей қызғалтақтай қылып жүре беріңіздер.
енді мынау енді. Мына ана деген адамға адам екен, әр адам менен адам екен. Бір өзіңе көрсеткен жақсылығын бір күнге тәтті ұйқыдан садақ екен деп сөз көзегіне мына өз келіп отырып аналарымызға да беріп отырайық. Сөз көзегі келіп осы. Тағы да бір сөз көзегі осы Гүлсара апамызға, Ұлман, Қаракөз, Пиягүл апаларымыз ортада болса, ортаға шығып жақсы сөз көзегіміз сөйлеп кеттіңіздер енді осыны ауыз тойға арналған. Кәне келіңіздер. Гүлсара, Ұлман, шаядан келген Қаракөз жешеміз кәне. Пиягүл, Әсия апаларымыз кәне ортаға шығыңыздар сөз сөйлеп беріңіздер кәне. Келген наурыз мерекемен сіздер шын жүректен құттықтаймын. Әр уақытта дендерің сау болып, үйлеріңде бала шағаларың аман болып, тұз атып, келін түсіріп, солардың қызығын көріп, осындай жылдан жылға тойда жақсылықта басымыз қосылып жүре берсін. Ауылда керемет той болып жатыр. Ерекше той деп есептеп отырмын. Біз кеңеске өзім жас кезімде Швейцарияда барған жерімде. Өте жақсы де, жігіттері де, абысыларында да бәрі кереметте ауылымыз өзі. Мақтап отырамын осы кеңесімді. Кеңестен шыққаннан кейін. Осы жастарымыз өсе берсін, дендері сау болсын. Мына беріс деген қайным мынау Қарағандыдан келіп, өзіне лайықты тірлік істеп жатыр. Осы ауылдан шыққан жас өсірменді. Құда қаласа ұзағынан сүйіндік, бұдан да жақсы нәрсе биіктен көріне берсін. Жастарымыз аман болсын. Осылай жұмымыз осы кейінгі жастар да осылай біз сияқты болып келе берсін. Дендері сау болсын. Бақытты болыңдар бәрі отбасыларымыз. Наурыздан құтты болсын. Ел түйгіз болсын. Аман болайық. Наурызға жете беріңіздер. Үй болып, жастар жүре берсін. Бақытты болсын. Құтты болсын. Аман болсын. Мынау не дейміз, мынау ұйымдастырып жатқан мынау ұжымдарға үлкен рахмет айтамын. Мына ұлыстың ұлығы. Көргендеріңіз той болсын, жегендеріңіз қой болсын, езулеріңізден күлкі кетпесін, маңдайларыңыз ашық, жүздеріңіз жарық болсын. Мына көмейден шыққан сөздің бәрі періштенің құлағына шалына берсін. Мына тойымызға ұласа берсін. Келесі жылы, жылғы жылы біздің жылымыз тойға келесі жылы шақырамын сіздерді, келіңіздер. Жақсы бір ән болсын кәдімгі. Кәне келіңдер, мына қыздарыңыз орындауда әдеби әсем ән болсын кәдімгі. Бүгін наурыз тойымыз тағы да бір құтты болсын. Енді мынау енді шамал сый-сияпат деген бар екен. Той егелері ұйымдастырып жатқан осы ауылдың үлкен кісілеріне мынау шамал сый-сияпаттар бар екен, ұсынатын. Соны енді жақсы қошеметпен бір өздеріңізге жабайық. Сол деген дайын отырыңыздар. Құлақтарыңыз да осы біздің микрофонда болсын, көздеріңіз енді осы мынау той егелерінде болсын, кімге қандай сый-сияпат сөйлегенін байқап отырыңыздар. Бәрекелді. Тойдан тобықтайды, үйге құр қайтпайтын болыңыздар ғой. Балықтардай бәрекелді. Ассалаумағалейкум, құрметті ағайын туған туысқандар, бауырлар, жеңгелер, әпкелер, апалар. Міне, Алла нәсіп етіп бүгін сіздермен жылан жығылар, айнақар жығылар, сіздермен бас қосып сәлем беріп отыр бәрі. Міне бүгін сіздердің алдарыңызда Кеңес елді мекенінде, Ошақ елінде үлкен наурыз мерекесінің іс-шарасын өткізіп отырмыз. Сол себептен шағын ғана болса да, аз да болса көпте көріңіздер. Барымен базар, тек қана арамыздағы үлкен ақсақалды кәрі кісілерге, әжелерге, апаларға шамал берген сый-сияпат құрық етпесін дегенмен, мынау біздің айнақарлылардың сәлемі болсын деп сонда ұйымдастырдық. Соны беруге рұқсат етіңіздер. Міне, кеңестен Балабек көкемізге. Кім бар Балабектен? Балабек үйден. Бер, келіңдер. Жоқ қой. Көкбосын ағамыз. Ол үсте жоқ. Әуел ағамыз. Ол үсте жоқ. Орақ көкеміз. Oraya gel.
Alırız ben alırız. Kolla. Seydi Hanım olan olası. Alırız. Melisimiz yerge yenge üstünden Karaganda doğatın şat. Mene yende ülkön ak çavukta altın kursaktağı ülkön abalarımıza bu üstlerinde Şerkül diye demin göngüsü abamız. Şerkül diye. Yemin çok mu var? Hatira. O üstü çok. Sımbat cüncüm. Çok. Yesek kulağım. Hakkım. O üstü çok. Allah ilacı yiyeceğim. Kurman gülcüncüm. Takat düğünde kurman gülcüncüm. Bırma. Roza. Roza, 5 roza. Ay Şaban da kıymet bize verin. Geldi. Gülcahan. Söylemedim de Gülcahan'a tutuyacağım. Çok. Aman kız yiyeceğim, iyiydi. Yeri ver takdim, iyiydi. İyiydi. Zevre. Edime cengemiz. Abayına cahtata. Alın, su bakmayın. Uşan. Dildekül. Güldaş. Çok. Gülbara diyelim. O Gülbara yiyecek. Al endi aracılatayım. Endi ayıp etmeyizler. 1953 yılı olan yer azamat, bahilik olan yer azamatları var. O üstlerden altın kursakları, yoldaşları öşürde otur. Son üstlerden burunlu atalarımız boyunca Törkünden Ağırcov, Korabalcov, Şargıncava'dan gidiyor. Onlardan da bir odanlar öşür. Solsun, o Törküsünde Marafat'ta oturuyor götürür. Aliya, Yolgabas'tan Nurbaylı'nın gündeki Hadaykası. Haydi Aliya. Yok, Divana getirip tabii. Terfi, Oral'ın gündeki, sana bir verimdir. Çıpar, Ercan'ın gündeki geçecek. Çıpar. Ravşan İlmihal'ın beymişesi. Mene, olsa joldaşlarga, olsa kızlarga, abalarga, yer kişilerge bergen siyahatımız, endi az da bolsa köpü göründür. Kalganlarınızla tenes gerekti, turgaldırmayız. Bu endi her nese izzetmen yolu berilip atır. Sol için kırza boğunuzlar bäriniz. Mene, olsunu medet dep atır. Can kız at çabuk beygamız. Can kız Mene, savatman olsun.
67 балдар. Еңбек білек кімді көтек кейсіне алды дейді. Мен өзім сыртта жүрмін. Осы кісіге рахмет. Соның соң мынау арамыздан осы жыларды аралап кеткен, көшіп кеткен жеңгеміз Жұмакүлі Шымкенттен келіп отыр. Мен бұл кісіге құр айтпасын, Шымкент шулатып барсын, ауырыңыздағы. Mene, endi bet жақын жатыр. Мен сізге тілейтініміз келесі жылға Наурыз мерекесіне аман-есен жете берейік. Көтіміз түгел болсын, алдымызда бақытты заман болсын, тойымыз көп болсын, кәлекет арамыздан жоқ болсын. Дендеріңіз сау болсын. Осындай қылышыр көп, келеші ұрпақ үмбетке, келешке атқан балдарға қалың тәрбие алу үшін, міне, қазір 4 жыл болды осындай мерекені өткізіп жатырмыз. Шүкір Аллаға, әрқайсысы өз жылдарымен өз деңгейінде өтіп жатыр. Әрдеуір мынау жігіттерге, айда қара жылған жігіттерге мыңда бір рахмет. Ешқайсысы қойш, кетч, несе басын деген әңгіме болған жоқ. Тәгі бәріне телефонмен байланыстық. Телефонның заманы болды, рахмет телефонға да. Үй өткенде сөйлесіп, сырласып, мұңдасып, кем кетімізді сұрап, көрші өтсін дейді, жайлап, міне бүгінгі күн ала жеткізді. Енді келесі жылға жаңағы 54 жылдар бастайды, қағанына болсын, жаласа берсін, болса елімізге үрдіс болсын. Ендеріңіз сау болсын, осындай той көп болсын деп суретке сұлаңыздар. Мә, Ал құрметті ағайындар, бүгінгі мынау мерекеміз құтты болсын. Мерекеден мерекеге әрқашан берекемен жете берейік. Мынау енді жылдағы жалғасып келе жатқан дәстүр. Осы дәстүрді әйтеуір енді бұнда ең біріншісі ауызбірлік. Рахмет Медет ағамызға. Жігіттер деді, атсалысқан жігіттер барлық жылғы 53, 65, 77, 89, 2001 жылғы жігіттерге дейін толық бір кісіге жұмылып атсалысты. Рахмет міне. Құдай ниеттеріне, пейілдеріне берсін. Құда қаласа осы дәстүріміз жалғасын таба берсін. Баршаңыз отбасыларыңыз амандық болсын, дендеріңіз сау болсын. Алға қойған мақсаттарыңызға жете беріңіздер. Көргендеріңіз тек жақсылық болсын. Бәріңіз бақытты болыңыздар. Арпа ішінде бір бейелеп, Жұмағыз деген бір бойдақ қызыңыз бар ғой. Ол енді бір түрлі жағдайда болды. Оның үстіне байлсыз жатыр. Жаңа бағнасымыз звондады, мен барамайтын болдым еді, мен қатын көбінде бәлін жатып, зоқпа соңырда біраз ойдым. Соған кім? Бір орнаматасы біз көрді. Жұмағызда кім аба жетіп тұрды? Шаясы. Біз ұлыстың жасынан кеткен, 80-ге кеткен түсінен бастап жоғары қойғанымыз. Төмен бір аға жоқ. Сыйлап арнаған заттар ғой. Енді дұрыс. Мына үстеріңізде тосын. Енді мына жуайық та қояйық та, сондықтан да ербақ балаларыңыз орындап әсемен өздеріңіз шығарып алады кәдімгі. Құрметті ағайындар, айып өттіңіздер. Мен жаңа сөзімді басында айтып кеттім ғой. Жалпы осы іс-шараны ұйымдастыруға атсалысқан жаңа Медет ағамыздың еңбегін атап өттім. Бірақ сол өзіміз кейінгі жас жігіттер ақылдаса кеп, осы Медет ағамызға бір шапан жабайық, бір құрметімізді көрсетейік дедік. Өйткені бұл кісінің еңбегі өте зор. Ағасы бар мен жағасы бар дейді. Осы бүгінгі күнгі іс-шараға барлық нәрсеге бәрі міне ұйытқы болып, мұрындық болып, бізге басшы болып, бағыт бағдар берді. Рахмет аға, өркеніңіз өсін әр уақытта осындай ортамызда ақылшы болып жүре беріңіз. Кәнші, жауап беріңіз. Рахмет, енді
келіп жағаннан әкем абым айнын атылар асыр салған жағаңда сенен артық көргенім бұл әлемнен табамын сенің келіп жағаннан анам талай суалған сенің келіп жағаннан әкем абым суғарған айнын атылар асыр салған жағаңда сенен артық көргенім бұл әлемнен табамын бұл әлемнен табамын бұл әлемнен Ай, бәрекелді. Иә. Мына енді әжесі қуанып жатыр осы өлең айтқанына. Атқа мінген ұлыңды көрсем тақыңды қыстайды, сол сияқты немересін көріп енді. Бәрекелді, көп жасасын. Мына енді кассет бағдарламамызда шал енді өз мәресіне жетіп қалды. Енді қазір наурыз дастарханы болады. Сол жаққа өздеріңізді құрметпен шақырады. Сондықтан енді ұлыс күні қазан болса, ол жылы ақмолалар ұлы кісіден баталса, сонда ол жол болар деп бүгінгі мына тойға келген үлкен кісілерден бір бата сұрасақ деп отырмыз. Кәдімгі ортаға шығып, бір орақ көкеміз кәдімгі ортаға келіп бір бата берді. Ыдырыс көкем баяқта. Құлайым оңласын, оң жолына бастасын, ата жұрт елің ардақтап әруақтарын қолдасын. Үйлерің төріне жақсылық келіп орнасын, төрт құбылаң тең болып жаманшылық болмасын. Амин, бәрекел. Мына енді көп көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Мына енді той енді бұл бітпейді ғой, әлі алда спортта жарыстарымыз бар, оған куә боласыздар. Мына наурыз дастархан жайылып отыр, оған дәм татасыздар. Сондықтан енді мынау тойымыз енді тойдан ары қарай жалғастыра берейік. Aynalayın spor seyir kavun. Meneki yek futboldu. Elispede Nurcan benim yekevi. Meneki her vaxtlarda yes kalıp ata babalarına, akesine, bavurlarına Kur'an okutup әрі осы сендерді meneki mına stadionda gözlerin bilesinde burnundan осы belişti gözü осы елге подарит еткен. Сол неде бүгін мінекей әрі наурыз мейрамына лайықтап неғып бүгін мінекей тамаша беріп отыр. Доп-домалақ деген біреу жеңет, біреу жеңілет. Бұның ішінде жаңағы анау-мынау сенен болды, өкпе болып, анау-мынау не болмасын. Bu жолы жеңілсеңдер, келесі жолы жеңесіңдер. Келесі жолы жеңсеңдер, ағыз жолы жеңілесіңдер. Ол топ осындай жүректер. Мынау мысалы қазата, енді бұлар бел жуатын шығар еді, бірінші рет енді осы мінекей. Мынау менің мына жақын сарқама қарап жатыр. Ағайындарым, бұлар да бұрын нұқыл не қайтады нұқыл. Бүгін бұл жаңалық қазата менен мынау сарқаман жігіттеріне. Молодец, жастар өсет, көкірегін тесет деген кейінгі жастар өсті, мінеке көрсеттіңдер. Ал мен мынау ауылды өзімнің мынау ауылдағы мынау нұқыл балдарым. Айналайын рахмет сендерге. Ол енді біздің ана ардагерлерде ұшып кетті, аналар да кетті, анау да кетті. Бірақ жастан көтеріледі. Сендер ол 4-ші орын алдық, үйттік деп көңілдерін түсірмеңдер. Құда қаласа, енді келесі ойындарда ол енді негізі ұмтылып, әрекет жасап, ұмтылып, неғыса ол мұратқа кімде болса жетеді шырақтарымыз. Мынау барлықтарыңа айтатын табыс тілеймін. Үйлеріңе аман есен ойнап күліп, мінекей барыңдар.
Mına kutlu olsun, mına birinci orundarın kutlu olsun, ikinci orundarın kutlu olsun, üçüncü orundarın, dördüncü orundarın. Özü 16 komandadan bu törtö degen bu jakştırlık koy. Niye bir neler ketip atır koy? Jası kegeni var, kemegeni var, at degeni var, nesi var. Bırak boğan dokpoluk bile bulamaydı. Dördüncü orun bir kızdan aşağı. Dördüncü orun. Biz ağzın adamdı, ağzın balı. Yok mu? Birisi çekili marabat. Çekili. Kaçın ağa aytыңыз. Құрметті Бәйдібек ауданының футболшылары, бүгін ауданымызда үлкен мереке болып жатыр. Біріншіден мына Наурыз мерекесі құтты болсын. Ұлыстың ұлы күні. Екіншіден мына Меліс інімізге рахмет. Сонау Қарағандыдан келіп, елім деп, жерім деп осындай ауданның футбол кішкене дамысын деп, мынандай кереметтей алаң салып беріп, одан сендерге арнайы жарыстар өткізіп жатыр. Мына бүгінгі жарыстың қорытындысында үздік шыққан командаларға барлықтарыңа құттықтаймын жеңістерің. Құтты болсын. Дендерің сау болсын. Мынау Бәйдібек ауданына біз өзіміз жарысқа көп шыққаннан кейін сыртқа барған кезде кішкене тосырқап қаламыз. Өйткені Бәйдібек ауданы бәрібір де деңгейіміз төмен. Сол деңгейді жоғары деңгейге көтеру керек. Футбол дамыту керек. Сол үшін мынау жігіттер барлықтарың атсалысыңдар. Ауылда жастарды футболға тартып атсыңдар. Міне бұрын Қазата деген команда болмайды ма? Рас қой? Соңғы 3-4 жылдың көлемінде шығып жатыр. Сарқырама шығып жатыр міне. Майбұлақта бұрын, кейінгі жылдары шығып жатыр. Мына барлықтарыңа рахмет. Құда қаласа ауданымыз облыстың чемпионы бола берсін. Соған тілектер. Бүгінгі жарыс Ешмұрат Сейтмұрат ағайымыз. Осы Жолдасбек мектебінде мұғалім болып жұмыс істеген. Ағаймен бірге жұмыс істедім. Алай қасында болдық. Құда қаласа орында бар оңылар. Артындағы ұрпақтары сол кісіні дәріптеп жарыс беріп отыр. Түркістан облысы Бәйдібек ауданы диплом 25 наурыз ұлыстың ұлы күні мерекесіне орай Ешмұрат Сейтмұрат атаны еске алуға арналған аудандық бірінші турнирде кіші футболдан үздік шабуылшы номинациясымен Ислам Алихан марапатталады. Как қарайсыз? Осы мәтінде үздік қорғаушы номинациясымен Сейтмұрат Заңғар марапатталады. Үздік қақпашы номинациясымен Әлібекұлы Ерасыл. Как қарайсыз? Ардегер ойыншы номинациясымен Сейдалиев Серік марапатталады. Серік бар ма? Мінекей, Серіктің әкесі, аға. Бұда құтты болсын. Осы мәтінде бізде ең үздік жаттықтырушы Қайран аға марапатталады. Как қарайсыңыздар енді? Бізге де беру керек еді?
Так, құрметті көрермендер, мынау еліміздің болашақ жастар ғой. Осынша үлкен жарыс беріп, кеңес аулы құралаған қалдық шын мәнісінде, иә. Жаңа өздеріңді байқап жатқансыздар. Бірақ мынау болашағымыз жастар ғой деп кішкене осылардың духын көтеру үшін марапатты соларға кішкене беріп жатқан жайымыз бар. Сондықтан 4-ші орын алған кеңес командасына оқушыларға марапат. Коммерциялық құпия деп қойды. Қазір көресіңдер ғой, бәрі болады. Грамота жоқ, қара жоқ. Аудандық турнирде Сетмұрат ағайдың атындағы аудандық турнирде кіші футболдан 3-ші орын алған Майбұлақ командасы марапатталады. Мынау енді медал Үшінші орын 100 мың. Қан отырыңдар. Үшінші орынға 100 мың дейді. Қараймыз. Атталар, сәл жақынырақ тұрып жүріңіздер, көке. Бер, жақынырақ тұра беріңіздер. 100 мың ба? Қараймыз. 1, 2, 3. 100 мың? 100 мың бе? Тұра. Қалай бір қара? 1, 2, 3. Жарқын қар, 1 минут бері қараймыз балдар. Бүгінгі жарыста 2-ші орын алған Сарқырама командасы марапатталады. Сарқырама. Бақытжанның еңбегі. Қараймыз. Екінші орынға 200 мың. Тағы да кішкене көңіл бөлейік. Бүгінгі турнирде 1-ші орын алған Қапшағай командасы Бірінші орынға 300 мың. Келді. Отырамыз. Қараймыз.
1, 2, 3. Қараймыз.